Мұса пайғамбар сиқыршыларды жеңген соң перғауын Мұсаға тиісуге қорқып қалады. Бірақ перғауын қорыққанмен Исраил қауымын жібермейді, тәубесіне келмейді, иман келтірмейді. Сосын Алла перғауынды даканса сынау үшін, даканса бір тәубеге келтіру үшін топан су жібереді. Ешкім тосқауыл боламайды. Енді Алланың тарафынан келген табиғи катаклизма ғой. Алла Тағала сондай бір құбылыстардың егесі өзі екенін, перғауынның қолынан түк келмейтін бір қауқарсыз адам екенін көрсетеді ғой. Сөйтіп перғауын бейшара қиналып кетеді, Мұсаны шақырып, болды, айтқан жасаймыз, сен Раббыңа дұға қылшы, керісіш мынаны дейді. Сөйтіп Мұса алейхиссалам дұға қылады, су тартылады. Бірақ перғауын уәдесінде тұрмайды. Топан судан кейін шегіртке жібердік дейді. Шегіртке енді андай ауған сәті болады ғой, бір бұлт сияқты жаулайды ғой. Перғауынның, оның қауымының мазасы қашады. Какой-то бір жәндікке әлі жетпей Мұсаны шақырады. Мұса, бол, жіберсін деген қауымын жіберем, айтқанын орындаймын, дұға қылшы, кетірсіш мынаны дейді. Мұса алейхиссалам жарайды деп дұға қылады, шегірткелер бірден кетеді. Бірақ перғауын қайта уәдесінен тайып кетеді. Перғауын бұл сынақтан да сабақ алмайды, сөйтіп Алла бит жібереді. Бит болғанда да андай бүрге болады ғой, көзге көрінбейтін, бірақ денені шағып бір мазаны алып қоятын. Сондай бит перғауынды, оның отбасын, әскерін, қауымын шағып мазасын алып қояды ғой. Мен құдаймын деп жүрген перғауын битке таланады. Бұл енді жаңағы бір топан су сияқты, болмаса шегіртке сияқты емес та, вообще жынына тиеді да, какой-то бір көзге көрінбейтін жәндікке әлдер жетпей қайта Мұса пайғамбар шақырады. Болды, түсіндік, болды. Тәубемізге келеміз, айтқанын орындаймыз, дұға қылшы, кетірсіш мынаны дейді. Мұса алейхиссалам дұға қылады, бірден кетеді. Алла Тағала бұл әлемнің Раббысы екенін очередной раз дәлелдейді да. Қалай Мұса дұға қылады, бірден кетеді да. Бұдан басқа қандай бір дәлел керек. Бірақ перғауын қайта тәкаппарлыққа салынып, тәубе етпейді, уәдесін орындамайды. Сөйтіп Алла одан сайын масқаралайын деп бақа жібереді. Бақа болғанда да бақа енді қалаға әскермен кіріп келеді. Бүкіл үйлерге, дастархандарға, бүкіл жерге кіріп келеді. Қайтадан Мұсаға жалынады. Мұса, болды, түсіндік, дұға етші, айтқанын орындаймыз, уәде беремін, дұға етші дейді. Сөйтіп Мұса дұға етеді, бақалар кетеді, бірақ перғауын оңбаған қайттан тәубесіне келмейді, уәдесін орындамайды. Осыдан кейін Алла перғауынға необычный сынақ береді ғой. Адамдардың ішіп жатқан суларының барлығы қанға айналып кетеді. Ішкені қан, алғаны қан, көргені қан, бәрі қанға айналады. Қайтадан қиналады, шаршап кетеді. Мұсаны шақырып, Мұса, болды, түсіндік, уәде береміз, жаңа қауымды қайтарамыз, айтқан орындаймыз, дұға етші мынаны, кетірсіз сен Раббың дейді. Мұса алейхиссалам дұға етеді, бәрі өз қалпына келеді. Бұл байғұсты тәкаппарлық жібермейді ғой енді. Мұсаның айтқанын орындасам, халықтың арасында мазаққа қаламын, байғұс жаны қысылып еді, тәубесіне келіпті ғой, адам болып қалыпты ғой, құдаймын деп жүреді деп. Сондай сөздерді естігісі келмей, тәкаппарланып уәдесінде тұрмайды. Өмірде де жалпы адамның басына бір сынақ келгенде уәде береді ғой, я Раббым, болды, түзелемін, кешірші, кетірші мынаны деп. Бәрі өз қалпына келгенде адам қайта өзінің күнәсіне оралып жатады да. Бұл негізі перғауынның жасап кеткен күнәсі да. Ертең перғауын ақталып жүрмесін деп даканса мүмкіндік береді да оған. Жалпы Алла адамды азаптауға асықпайды. Оған ескертулер жібереді. Тәкаппарланған адам перғауын сияқты тура жолға келмейді, ал түсінген адам кішкентай ескерту келсе де бұл Алладан деп тура жолға келеді.